Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін екінші сабағымыз шиқұрақ тігу жолы. Ол үшін бізге 26 сантиметрлі кесілген бөз матамыз немесе шыт матамыз және 6 сантиметрлі қырқылған ақ көз, сонымен қатар 3 сантиметрден қырқылып дайындалған ақ жолақты ленталар, күлгін түсті және ақ түсті. Ендеше біз сабағымызды бастаймыз. Ол үшін ең алдымен мынау шыт матамыздың дәл ортасын тауып алуымыз керек. Ол үшін төртке бүктеп, матамызды төртке бүктеп, қиылысқан жерін кішкене ғана қырқып алсақ, бізде матамыздың ортасын табамыз және ол дәл сол ортаға былай көзді қоямыз. Сонымен күлгін түсті матамыздың өзі қырқылуына қарай тігінен және өзі түктерін жатыңқы тігіне қарай
Міне біздің шиғырағымыз дайын болды. Сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.